Ассалаумағалейкум. Бүгін бейсенбі тамыздың 27-сі еліміздің басты арнасында жаңалықтар. Студияда мен Талғат Алмат. Астана Чемпиондар Лигасының топтық жарысына жолдама алды. Қазақ футболы тарихи жеңіске қол жеткізді. Іріктеу сындарда Марибор мен Хик тұтқан астаналықтар плей-офф бәсекелерінде Кипрдің АПЛ-не қарсылас атанған болатын. Апта бұрын қазақ командасы 1-0 есебімен жеңіске жеткен. Өткен түнде қарымта матч ойналып, қарсыластар бірін-бірі ала алмады. Есеп 1-1. Кездесудің 60-шы минутында Стилич есеп ашқан болатын. Бірақ біздің жерлестер намыс құнын білетін еді. Және ойынның аяқталуына 5 минут қалғанда Максимович таразы басын теңестірді. Ертең Чемпиондар Лигасының негізгі сындарына жолдама алған командалар арасында жеребе тартылады. Реалма, Бавария мен Барселонаның бірі немесе өзге бір айтулы клуб. Қысқасы, қазақ астанасына Еуропа футболының ең үздік командалары келетін болады. Айтпақшы, Астана қазірдің өзінде УЕФА-дан 14 миллион евро көлемінде сыйақы алады. Ел қазір Геннадий Головкиннің боксын елеңдейді. Енді лемемен жұдықтырасатын Сарыарқаның сары баласы көрерменнің көзайымына айналып үлгерді. 4-1-де белбеуді сарапқа салатын бәсеке әлемге әйгілі Madison Square Garden'де өтеді. Бұл қазақ былғары қолғап шеберінің табаны тиген арена. Қазақ баласы дегенде қаперде Жандос Көкімовті ұстаймыз. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары Madison Square Garden төрінде Америка мен кешегі Кеңес одағы боксшылары матчтық кездесу өткізген. Сол бәсекені біздің Жандос бастап берген болатын. Қазанның 17-сі күні сол аренаға Головкин шығуы тиіс. Мен ойымша таяуда өтетін Геннадий Головкин мен Дэвид Леменің жекпе-жегі өте тартысты болмақ. Сол кездесуде Головкин жеңіске жетеді деп сенемін. Себебі оның соққысы өте ауыр. Бір жағынан әлі жеңіліп көрмеген. Кім жеңіске жететін дөп басып айту қиын. Екеуде техникалық тұрғыда шебер әрі соққылар кез келген сәтте сұлатып түсіруі мүмкін. Осының әсері болса керек, сол күнді асыға күтіп жүрміз. Американың қор биржаларында жағдай сәл жақсарған секілді. Мысалы, кешегі сауда нәтижесінде S&P 500 индексінің бағамы 2,26% өсіп, 1909 пунктте көтерілді. Nasdaq компаниясының құнды қағаздары 2%-дан астам көрсеткішке қымбаттаған. Бұдан бөлек Уолл-стрит сауда барысында 48 ережені қолданды. Аталмыш шара сауда басында индекстер бағамының күрт толқуына жол бермейді. Себебі ереже сауда басталмас бұрын бағамдарды жариялауға тыйым салады. Нәтижесінде Нью-Йорк қор нарығында 2%-дық өсім байқалды. Азияның ірі қор нарығында да өсім байқалды. Токиялық қор биржасында 225 ірі компанияның құнды қағаздарын ұсынатын Nikkei индексі сауда басталғаннан кейін небәрі 15 минут ішінде 1,78% өскен. Ал Топикс котировкасы 1,249%-ға қымбаттаған. Сарапшылардың пікірінше нарықтағы құнды қағаздардың арзандауын инвесторлар пайдалануда. Сондықтан әйгілі индекстердің құнды қағаздары сұранысқа ие болып отыр. Соңғы уақытта босқындарға қатысты дағдарыс ушыға түсті. Осы айдың өзінде еуропалық елдердің шекарасына келген мигранттар саны 107 мың адамға жетіп отыр. Бұл Еуродақтың ресми мәліметінде ғана келтірілген көрсеткіш. Еуропалық елдердің басымы бұл жағдайға алаңдаушылық танытуда. Мысалы, Словакия билігі өз жерінде тек христиан дінін ұстанатын, болмаса атеистерді ғана қабылдайтынын айтқан. Венгрия оңтүстік шекарасын қорғау үшін атты полицейлер мен тікұшақтарды қолдауды ұйғарған. Сонымен қатар келісімсектерге тосқауыл қою үшін шекараға тікенекті сым орнатып жатыр. Алайда бұл жұмақ өмір іздегендерді тоқтатар емес. Осы айдың өзінде Венгрияға 34 мың мигрант өткен. Бұл шешімін талап ететін үлкен мәселе. Европалықтар да мәселенің төркіні таяу шығыста екенін жақсы біледі. Сондықтан осы жағдайдан жол табу үшін Европа отанымызда бізге қолайлы билікті орнатуға көмек беру керек. Каддафи сынды адамдарға көмектесуді доғарыңыздар. Бізге Аль-Каида, Ирак пен Ливант террористік тобымен күресуге жәрдемдесіңіздер. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүшелдердің бас прокурорлары қатысуымен жиын басталды. Оқиға орнынан тілшіміз Достық Бекбаев хабарлайды. Дәл қазір құзырлы орган өкілдері терроризммен бірлесе күресудің маңыздылығын талқылап, есірткі бизнесіне тосқауыл қою мәселелерін көтеруде. 13-ші отырысы ашық деп жариялаған Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына
мүше мемлекеттердің шекарасы арқылы жүргізілетін заңсыз есірткі тасымалын тоқтату үшін ортақ міндеттер қабылдау қажеттігін айтты. Сондай-ақ жиында сөз алған ұйымға мүше мемлекеттердің бас прокурорларда қоғамда аздыратын, адамзат денсаулығына зақым келтіретін кеселмен күресу үшін заңсыз кәсіпті дөңгелетіп отырған бірлескен қылмыстық ұйымдарға бірыңғай іс-қимыл жоспары арқылы төтеп беруге дайын екендіктерін жеткізді. Биыл Астанада 17 мың бала бірінші сыныпқа барады. Бүлдіршіндер саны өткен жылмен салыстырғанда 2 мың өсіпті. Осы орайда Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков бірінші қыркүйекте есігін ашатын жаңа білім ордаларын аралап шықты. Осы жылы елорданың Есіл ауданында әрқайсысы 1200 оқушыға арналған 3 мектеп ашылады. Қала басшысы көшпелі кеңес барысында ұстаздармен тілдесіп, оқу құралдары мен оқулықтар турасында мәлімет алды. Елорда мэрі қалалық циркінің жағдаймен танысып, барыс пен Қазақстан спорт сарайларының жұмыс істеу барысына баға берді. Солтүстік Қазақстан облысында әлеуметтік төлемдері бар барлық борышкерлер алдағы уақытта жұмысқа орналастырылатын болады. Прокуратура қызметкерлері мен жұмыспен қамту орталықтары бірлесіп осындай азаматтарға бос орындар жәрмеңкесін ұйымдастырды. Айта кету керек, мұндай шара елімізде алғаш рет өткізіліп жатыр. Жәрмеңкеде 26 кәсіпорын өкілдері, құрылысшы, дәнекерлеуші сынды 200-ден астам жұмыс орнын ұсынды. Жалпы бүгінгі күні аймақта 3 мыңнан астам борышкер бар. Алғашқы шараның қорытындысы бойынша 10 мыңнан астам азаматқа еңбекке тұруға жолдама берілді. Игі бастама алдағы уақытта жалғасатын болады. Хабарлап жатқан кісілер көп, және мүмкіндік болса бүгінгі жәрмеңкеде сол алименттік төлемдер бойынша борышкерлерді және басқа да мемлекеттік бюджетке қарыз борышкер адамдарды жұмысқа орналастыруға мүмкіндік туғызамыз. Ақмолалық прокурорлар мемлекеттік сатып алу кезінде 7 миллиард теңгеден астам қаражатқа жасалған заңсыз келісім шарттарды анықтады. Мемлекет қаржысын бей-берекет пайдаланбақ болғандар әсіресе құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы салаларындағы көптеп кездеседі екен. Мәселен, мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауды жариялаған басқарма басшылары сыбайлас жемқорлыққа жол берген. Айталық тендерді жеңіп алған мердігер құрылыс жүргізуге еш қабілетсіз болып жататын көрінеді. Жыл басынан бері аймақта осындай 130 заң бұзушылық тіркелген. Солардың бірі Көкшетау қаласындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының құрылысы. Нәтижесінде орталықтың құрылыс жұмыстары тоқтады, ал облыстық құрылыс басқармасының басшысы қызметінен қуылды. Хотелось бы отметить. Осындай заң бұзушылықтың салдарынан құрылысы тоқтаған нысандар Есіл ауданында да бар екенін атап өткім келеді. Жақында біз онда қаладағы жылу жүйесін тартуға және инженерлік желілерді жүргізу үшін жасалған 6,5 миллиард теңгенің заңсыз келісім шартын анықтадық. Қазір бұл іске қатысты тексеріс жұмыстар жалғасуда. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған мерекелік шара елдің батыс өңіріндегі Бөкей Ордасы ауданында өтті. Тойға үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаевтың өзі қатысып, Жәңгір ханның көрнекті ғалым Мұхаммед Салық Бабажанов пен дәулескер күйші Дәулеткерейдің кесенесіне келіп құран бағыштады. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияны ашып берген вице-премьер қазақ халқының түп тамыры тереңде жатқандығын айта келіп, бүгінгі тойдың ел тарихындағы елеулі оқиға екендігіне тоқталды. Жиында отандық ғалымдар мен алыс және жақын шетелдерден келген меймандар қазақ хандығының тарихына қатысты өздерінің ой тұжырымдарын ортаға салды. Республикалық ақындар айтысы өтіп, еліміздің түкпір-түкпірінен келген 22 ақын қатысты. Оның арты аламан бәйгеге ұласып, топ жарған сәйгүліктер анықталды. Тойға жиналған көпшілік ашық аспан астында театрландырылған қойылымдарды да қызыға тамашалады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлытауда берген сұхбатында айтқан болатын, біздің тарихымыз сол мынау ғұндардан басталып, көк түрменен жалғасып, алтын ордада орнықты, одан ары қарай қазақ хандығыменен ұласты, тәуелсіздікке келіп тірелді де. Хандарымыз Керей, Жәнібек, Есім хан, Тәуке, Әбілқайыр, Бөкей, Жәңгірлердің негізгі мұраттары осы халықты, елді сақтап қалу. Сол кісілердің еңбектері менен батырлықтарының арасында қазақ халқы тарихтың қойнауына кеткен жоқ, сақталып қалды. Әзірге осы түскі жаңалықтарда жүздескенше.